Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге үй жағдайында тек қана картоппен осыны ерекше дәмді, қытырлақ, тура наггетсе сияқты болып шығатын картоптың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі тазартылған картопты осылай майдалап кесіп алыңыздар. Мен кез келген пирожкиге немесе пюре жасайтын болсам да, картоптың тез пісуі үшін картопты дәл осылай ұсақтап бөліп аламын. Содан соң үстіне су құямыз, бетінен асып, бетін жауып тұратындай етіп су құйып, картоптарымызды пісіріп алатын боламыз. Сонда біздің картоптарымыз өте тез піседі. Уақытыңызды үнемдейсіз. Және де піскен картопты картоп езгішпен немесе мен сияқты картоп езгіш болмаса шанышқының көмегімен толығымен езіп алсаңыздар болады. Ешқандай түйіршік қалмайтындай толығымен бір тегіс етіп картопты езіп аламыз. Содан соң осы картоптың үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка саласыздар. Егер паприка болмаса қоспауға да болады. Және де үстінен мен кукурузный крахмал қолдандым. Сіздерде крахмал болмаса, орнына ұн қолдануға болады. 2 ас қасық крахмалды қолдандым. Негізі барынша крахмал бар болған жағдайда қолданған дұрыс, өйткені картоптарды бір-біріне біріктіріп, тура қамыр тәріздес етеді крахмал. Сол себепті крахмалды қолдандым. Барлығын толығымен дұрыстап араластырып аламыз. Егер болмаған жағдайда әрине ұн қолдануға болады, ұнмен де жақсы шығады. Дәл осы картоптарымызды кішкене ғана ұн сеуіп, кішкене ғана дөңгелектетіп, 5-6 бөлікке бөліп аламыз. Бізге қазір жаюға кішкене ыңғайлы болу үшін. Жасалу жолы ешқандай қиын емес, қолдың көмегімен өте тез жасалынады. Қолымыздың көмегімен дөңгелек ұзынша етіп шығамыз. Тура видеодағыдай ұзынша етіп аласыздар. Кішкене ғана ұн себуге болады, қолға жабысып жатса. Және де осылай шанышқының көмегімен үстінен басып, осылай жасап шығамыз. Егер шанышқы кішкене картопқа жабысып жатса, арасында ұнға малып алуға болады. Мен кішкене жабысқан соң кішкене ұнға малып, дәл осылай фигураларды жасап алдым. Және де әр шанышқының арасын пышақпен кесіп аласыздар. Бізге ыңғайлы болу үшін әр шанышқының біткен жерінен дәл осылай пышақтың көмегімен кесіп аласыздар. Және де барлық картоптарымызды дәл осылай қолымыздың көмегімен жайып, осындай формалар жасап аламыз. Барынша егер сіздер қатты қытырлақ болған қаласаңыздар, кішкене жіңішке етіп жасауға, мен орташа етіп жасадым. Негізі бұны қалың етіп жасауға да болады. Және де таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, және де шанышқының көмегімен жақсылап араластырып алыңыздар. Дайын болған картопты осындай жұмыртқаға аунатып аламыз, және де панировочный сухариге аударып алыңыздар. Егер панировочный сухари болмаса, ұнға аунатып алуға болады. Барлығын дәл осылай аунатып, қызып тұрған майға 2 бетін қызартып пісіріп аласыздар. Менің ұлым картопты өте қатты жақсы көреді. Дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің балдарыңызға ұнайтыны сөзсіз, тура наггетсе тәріздес болып қытырлақ, әрі өте дәмді болып шығады. Осымен біздің ерекше картоптарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кез келген соуспен қолдансаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Видео ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда көптеген рецепттер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет.